Қабір үстіндегі зұлмат, зобалаң, Аймырзабай, қыз көкше көлдің теріскей қабағындағы, қамысы ат құлағын ұратын шұбарды қыстап, жаз шыға тоқырауынды өрлеп, қырға жайлауға шығатын. Биыл да сол әдетінен жаңылмай, түлкінің бойын жайлаған бай ауылы, қанша алаңсыз болайын десе де, ел ішінде қабынған абың-күбің әңгіме үрейді үстеп тұрған, қорқынышта жоқ емес. Бүгін түс ауа ит арсылдап, мылтық дүрсілдеп, тыныш жатқан ауыл үсті азан-қазан шуға оранды. Үйден жүгіре шыққан адамдар не болып қалды деп, бірі шоқпарын, енді бірі сойылын сүйрете жеткен. Соңғы жылдары малың бар, жаның бар демей, ауылға шибөрідей шабатын қарулы солдаттардан бұл ел запы болғалы қашан. Сойыл сүйреп жүргендері сол. Іштей кіжінгендері болмаса, қарулы жасаққа қандай қайрат қылсын. Далбаса ғой. Сөйткенше болған жоқ, ат ойнатқан сарала киімді орыс солдаттары тепсініп есік алдына ошарылды. Бұл иттердің сөзін түсінетін, осы ауылда жан болса қайтерсің деп, шапанын желбегей жамылған ауыл иесінің өзі шықты далаға. Сөйтсе, әкіреңдеген солдаттар екен. Айғай-шуды естіген Зият пен Нәдір бастаған Сәуірбек, Жоламан, Шора секілді байдың жылқышы малшы жігіттері жүгіре басып жетті. Мыналар тағы келді ме? Кімдер өзі? Қызылдар ма? Оны кім білген, деді Зият. Қазаққа ағы не, қызылы не, екеуі де оңдырмас деп, жақтырмаған қалпы сойылына сүйеніп тұрып қалған. Өздері оншақты адам екен. Мылтықтары болмаса, көзді ашып жұмғанша 4-5-еуін сойылмен қағып түсірсең болар еді, деді Зият мына басқындарға ызасы келіп. Қой ондайыңды, бет аулақ, мұздай қаруланған жөйттерге шоқпар көтермекпісің. Басыңа бәле тілемей жайыңа тұр, деді Жоламан азар безер болып. Сөйтсе де жігіттер сақтық жасап, аңысын аңдып тұрғандай. Қараша не, біреу қазақ емес пе, деді Зият қасындағыларға. Өзі содан көз алмай қараған, танитын адам болар. Сол екі арада өңмеңдеп жеткен орыс төре, «Охо, бай-бай», деді. Әлгісі командирі болса керек. Оны түсініп жатқан бұлар жоқ. Аймырза еркін түсінбесе де, Нобая байдың ауылы ма деген сөз төркінін топшылаған. «Хорошо, деді әлгі, бізге лошадь, қызыл армия, много лошадь» деп шүдірледі. «Мынауың не айтып тұр ей шырағым, ұқтышы бізге» деп Аймырза әлгі қазақ жігітіне бұрылды. «Ақсақал, қызыл армияға көлік, азық-түлік керек. Біз соған мал жинап жүрміз, өкіметтің бұйрығы солай. Аттан түсіп қонақ болыңдар, командирің мынау ма? Менің сөзімді жеткіз оған», деді Аймырза. Әлгі жігіт байдың сөзін төресіне айтып еді. Ол басын шайқап, қолын бір сермеп бірдеңелер айтып жатты. «Жоқ, болмайды. Күн кешкіріп қалды дейді. Бізге 50 жылқы берсін, жол алсын. Соны алып кетуіміз керек» деп тұр. Мұны естіген Аймырза, «Көп емес пе?» деді. «Жоқ», деді орыс төре, иегі салп етіп арс ете қалған ашулы үнмен. 50 жылқы және анау көлеңкеде тұрған атты қоса берсін», деді тұздай көзі ежірейіп. Байдың торжорға деген атақты жүйрігі көлеңкеде байлаулы тұр еді. Шығасыға не дауа. Бұдан әрі тәжікілесудің абыройы болмасын сезген мырза. «Жақсы, алыңдар. Тек жылқыны тауып әкелгенше үйге кіріп сусын ішіңдер. Мыналарыңды көндір», деді әлгі қаракөз жігітпен барынша сабыр сақтай сөйлеп. Ұлыққа байдың сараңдық танытпаған жылы жүзі ұнады ма, кім білсін. Әйтеуір сарала киімді солдаттар сатыр-сұтыр аттан түсіп үйге кіре бастаған. Осы кезде Аймырзабай Зиятты жылқыға жіберді. «Сұрағанын айдап әкел». «Бақандай 50 жылқыны ма?» деді ол мырзаға таңырқай қарап. Аймырза оған жауап қайырған жоқ.
басын изеп үйге кіріп кетті. Жаңа өкімет келгенде құшағын аша қарсы алмаса да, үнсіз келіскеннің бірі осы Аймырза. Басқа біреулер құсап, малын қаймай өзге елге өтіп кетуді құп көрмеді. Не болса да ата-баба жұртында, ел ішінде қалуды жөн санаған. Малым жаным садағасы деуші еді аталарымыз. Басымыз аман болса, көппен көрген ұлы той деп, сайқал заманның ағымына қарай иіле берді. Сөйтсе, көрешек алды екен. 21 жылдың көктемнен басталған өкіметтің аласапыраны бір тыншымады. Әңкі-тәңкі күндер озды. Қызыл өкімет қазаққа құтырған қасқырша шапты. Халықтан мал жинайтын қару асынған жасақтар ауыл-ауылды шарлап, шаруалардың азық түлігін бергенін қолынан, бермеген жолынан жонып алды. Уәж, Қызыл армияға азық түлік керек. Мәскеу мен Петроград секілді Ресей қалаларында жасақталған қарулы жендеттер қазақ деген бір атана халықты аямауға білек сыбана кіріскендей. Мылтық асынған тонаушыларға қарсы тұрар қазақта қауқар жоқ еді. Мына келгендер де солар. Ел еден, жер киеден ажырап, сұм дүние тарылып, сұрқы кетіп тұрау деп Аймырза бай іштей торығумен күн кешті. Содан да болар, ол малға талас қылмаған. Өзінен бір алса, әр қотанда отырған малшыларынан екі алды. Бақташылар да мына тонаудан запы болған. Бәрібір сұраған берді. Әліптің артын бақты. Сөйтсе беріп құтылмаған екен ғой. 28 жылы өкіметтің бай құлақтыларды тәркілеу деген зобалаңы басталды. Несін айтайын? Бұл жолы жаңа өкімет шонжарларды шон қайтып, бір жола құрдымға батырып, құртуға бет алғанын Аймырза түсінді. Мұның да мал-мүлкі түгелге дерлік тәркіге түсті. Комиссияны бастап келген Бегалин деген шалғын мұртты кісі бай бағланға жаудай тиді. Аймырзаның баяғы жер қайысқан отар-отар қойы мен үйір-үйір жылқысы қыл үстінде тәркіге түсті. Ол ма? Басына тіккен 12 қанат ақ үзікті үйі, астына мінген торжорға ат, күмістелген ер-тұрманы тістегеннің аузында, ұстағанның қолында кете барды. Кер заманға тап келген боқ дүние біреуге опа берсе жарар деп, іштей кейігені болмаса, шашылған дәулетке шарасыз екенін байда сезген. Малын бағып отын жағып жүргендердің бәрдей өзінің аталас жақын жуықтары. Рулы елдің баласы ғой. Соларға бұйырып жатса, өкінетін не бар? Алса алсын деген тілегі де жоқ емес. Ең қиыны мұңғыртып мал өсіріп жүрген еңбекші адамдардың жұмыстан құрық ұстап қалғаны. Сол қиын болды оларға. 10 шақты қой мен сиыр үлеске тиген. Мұндай мал өзімізде бұрында бар еді ғой деп Зият пен Жоламанның өздері бұған қуана алмаған. Ақырын Құдай оңдасын деп Аймырза аулаққа барып намазға жығылып, одан соң тасбиғын тартып отыра берген. Өзі салдырған ақ мешіт, Алланың жердегі үйі, ғибадатханасы, жылқы қамайтын атқораға айналған. Соған ғана тіксінді. Қазақтар Құдайдан қорықпағаннан қорық деуші еді. Апырмай, мына зобалаңның арты не болар екен деп тасбегін тартып үнсіз қалды. Осы жағдайдың болатынын білгендей, бәйбішесіне сен ештеңе талас қылма. Бір киетін киіміңді ал да аулақ кет. Дүниеге қарама деп еді. Сонысы ыбрас болдау. Отағасының сөзін тыңдаған олдан бәйбіше ақсақалы айтқандай талапбайға түскен дүниесінің бетіне қарауға дәті бармады. Қанша дегенмен жиған тергеннің бәрі де ыстық. Сөйтсе де бәйбішесі азамат болған балалары Айғазы мен Байғазыны ойлады. Жас құрақтай өсіп келе жатқан немерелерінің амандығын тіледі.
боқ дүниенің соларға кесірі тимесе екен. Ұлдарының көзі ашық еді, көкірегі ояу еді. Бәледен аман жүрсе бір жөні болар-ау деп топшылағанды. Солай десе де, ақсақалы екеуінің көңілі орнықпады. Мына ала құйын заманда кімге және неге сенерін білмей дал, болжау қиын бейдауа тірліктен үміт қалмағандай. Құдайдан ұрпағының тілеуін тілеп, тек солар аман қалса екен деп жаратқанға жалбарынуда. Байекеңнің күдігі расқа айналды. Бәле мұнымен бітпеген екен. Бұларды ірі бай деп танып, халықты теспей сорған қанаушылар деп Қостанайға жер аударды. Тағдырдың салғанына көнбеске не шара? Жаны жаралы, көңілі қапалы бәйбішесі екеуі бірін-бірі қолтықтап, 60-тан асқан жасында жер ауып кете барды. Жалғасы келесі бөлімде.